Егер сізге шұғыл түрде ақша қажет болса, Алланың мына есімін 71 рет айтыңыз, және сол сәтте-ақ ризық есігі ашылады. Бір рет байқап көріңіз, өз көзіңізбен нәтижесін көресіз. Аса мейірімді, ерекше рахымды Алланың атымен бастаймын. Қадірлі көрермендер, сізге ақша қажет болғанда ешкімге барудың, ешкімнен сұраудың қажеті жоқ. Көзіңізді жұмып, осы Алланың есімін айта бастаңыз. Сол сәтте-ақ ғайыптан сізге ризық жолдары ашылады. Бүгін мен сіздермен жүрегімдегі бір сырды бөліскім келеді. Бұл рухани тәжірибеде сынақтан өткен, әсері дәлелденген амал. Егер сіз, Аллам маған ризық бер, кедейліктен құтқар, байлық нәсіп ет, береке мен несібе үйіме келсін деп ниет етсеңіз, онда осы сөздерді толық иманмен, Аллаға толық сеніммен айтуыңыз керек. Иншалла, сол сәтте-ақ ризықтың жолы ашылады. Кім мұқтаж болса, осыны дәл қазір орындасын. Арнайы күн күтудің қажеті жоқ. Дүйсенбі болсын, сенбі болсын, барлық күнде Алланыкі. Жай ғана тынышталып отырып, оның құдіретті алдында бұл есімді айтыңыз. Бұл сынақтан өткен ерекше амал. Мұндай сырды көп жерден таба алмайсыз. Кім бұл сырды түсінсе, Алланың қалауымен миллионер, тіпті миллиардер болуы мүмкін. Бұл сөздің әсері соншалық, айтқан сәттен-ақ ғайыптан жәрдем келе бастайды. Егер сіз шын жүректен бай болуды қаласаңыз, Раббыңыз сізге береке мен молшылық нәсіп етеді. Алла сіздің бар байлығыңызды арттырып, оған береке береді. Кедейлік, қиындық пен уайым бәрі де иншалла жойылады. Бірнеше күннің ішінде сіз бай, дәулетті адамдардың қатарына қосыласыз. Сізде туыстарыңыздың бәрінен де көп ризық болады. Мен мұны өз ойымнан айтып тұрған жоқпын. Бұл Алланың ізгі құлдары үйреткен рухани амал. Олар қалай үйретсе, мен де солай сіздерге жеткізіп отырмын. Бұл Алланың берекелі есімімен жасалатын өте қуатты дұға, ризық пен байлық тілеудің ең ұлы тәсілі. Кезінде ұлы патшалар да, кедейлер де осы амалдың арқасында билеуші дәрежесіне жеткен. Сондықтан кім байлық пен ризық іздеп жүрсе, басқа жаққа жүгіріп, ешкімнен сұрамаңыздар. Осы амалға шын сеніп, өміріңіздегі ең алғашқы әрі ең соңғы амал ретінде орындаңыз. Көрермендер арасында көп рухани амалдарды жасап көрдім, бірақ пайдасын көрмедім деп шағымданатындар бар. Бүгін мен сіздерге сондай бір амал жайлы айтып берейін, ол топырақты алтынға айналдыратын амал. Бұл амал сіздің өміріңізге де, ұрпағыңыздың өміріне де береке мен байлық әкеледі. Байлық ешқашан үйіңізден кетпейді, ал ақша жетіспеушілігі иншалла мәңгіге тоқтайды. Тек мына берекелі есімдерді мен айтқан ретпен дәл солай айту керек. Ең бастысы, бұл дұғаны орындау кезінде жүрегіңізде толық иман мен Аллаға шексіз сенім болуы шарт. Сіз бұл амалды бастаған сәттен-ақ байлық өз қолыңызға келеді. Ризық сізге ағылып келеді, ал дәулет өмір бойы серігіңізге айналады. Сол кезде сіз ақша іздеп жүгірмейсіз, керісінше, ақша сізді іздейді, сіздің артыңыздан еріп, үйіңізге келеді. Егер бұл амалға немқұрайлы қарасаңыз, өмір бойы өкініште қаласыз. Егер өміріңізді өзгерткіңіз келсе, дәл қазір Аллаға бет бұрыңыз. Иншаллах, жеңіс сіздің тағдырыңыз болады. Қайсты қолға алсаңыз да табысқа жетесіз. Тағдырыңыз жарқырай түседі. Құрметті көрермендер, уақыттың қадірін ескеріп, бүгінгі берекелі амалға көшейік. Бірақ соған дейін, егер сіз осы арнада алғаш рет болсаңыз, және әлі жазылмаған болсаңыз, дәл қазір жазылыңыз. Өйткені мен күн сайын осындай рухани амалдармен бөлісіп отырамын. Және видеоны ресми түрде бастамас бұрын, сіздерден бір өтініш. Пікірлер бөліміне шын ниетпен Аллаху Акбар деп жазып қойыңыздар. Бұл зікір амалдың рухани мәнін күшейтеді. Ал енді, көрермендер, амал қалай орындалады? Күннің кез келген уақытында, кез келген намаздан кейін, бос уақытыңызда дәретпен жай намазға отырыңыз. Алдымен салауат оқу керек. Яғни пайғамбарымыз Мұхаммедке салауат айту. Оны 11 рет айтыңыз, қысқа түрін саллаллаху алейхи уә сәлем деп те айтуға болады. Немесе ұзақ түрін Аллахумма сали ала Мұхаммад уа ала әли Мұхаммад деп оқуға да болады. Егер мүмкіндік болса, ең абзалы Ибрахим салауатын оқу. Себебі бұл, сүйікті пайғамбарымыздың ең жақсы көрген салауаты болған. Шарифті 11 рет оқып болған соң өз ниетіңізді айтыңыз. Егер сіз жалдамалы үйде тұрып, өз баспанаңыз болсын десеңіз, осыны ниет етіңіз. Егер көлік алғыңыз келсе, соған ниет етіңіз.
Егер ұзақ уақыт бойы тырысып жүрсеңіз де, әлі жұмыс таба алмай жүрсеңіз, осы амал арқылы сол мақсатқа ниет етіңіз. Егер сүйген адамыңызға үйленгіңіз келсе, немесе қарыздан құтылғыңыз келсе, қандай мұқтаждығыңыз болса да, дәл бүгін соған ниет етіңіз. Еш нәрсені мүмкін емес деп ойламаңыз. Иншаллах, Алла қаласа, әрбір мүмкін еместей көрінген арман мүмкін болады. Ниеттен соң Бисмиллахир-рахманир-рахим деп айтыңыз да амалды бастаңыз. Бірінші, Құрандағы Әл-Кәусар сүресін оқу. Қадірлі көрермендер, Әл-Кәусар сүресі Құрандағы ең қысқа сүрелердің бірі. Алайда оның берекесі мен күші шексіз. Егер сіздің кәсібіңізде қиындық болса, балаларыңыздың құда түсу істері кешеуілдеп жатса, үйіңізде сиқыр, жын шайтан немесе көз тию әсері бар деп күдіктенсеңіз, осы сүре, иншаллах, олардың барлығын жояды. Әл-Кәусар сүресі тағдырды өзгертеді және сәттіліктің есігін ашады. Сіз бұл сүрені бар болғаны 11 рет оқуыңыз керек. Сол 11 рет оқудың өзі кәсіптегі қиындықтарды жеңілдетеді, неке жолындағы бөгеттерді алып тастайды және үйіңізді барлық жаман әсерден қорғап тұрады. Сіздің дүкеніңіз, кеңсеңіз және нәпақа табыс жолдарыңыз Алланың қорғауында болады. Сол кезде бұл дүниеде ешбір күш сіздің жетістігіңізге кедергі бола алмайды. Екінші оқу Ихлас сүресі. Кәусар сүресін 11 рет оқып болған соң, екінші амалға өтесіз, Ихлас сүресін оқу. Бұл сүре Алла тағаланың бірлігін мадақтайтын сүре. Оны оқыған адам Аллаға жақындай түседі және Алланың сүйіктісіне айналады. Оны 11 рет оқыңыз. Ағайын бауырлар, есте сақтаңыздар. Ихлас сүресін 3 рет оқу. Бүкіл Құранды оқығанмен тең сауапқа ие. Осы сүрені 11 рет оқыған соң, Алланың мейірімі сізге жауады. Және табыс пен береке сіздің артыңыздан ілесіп жүреді. Қайда барсаңыз да, не істесеңіз де, бәрі игілікке айналады. Жылдар бойы күткен армандарыңыз орындалады. Үшінші оқу Алланың ерекше есімі. Ихлас сүресінен кейін үшінші әрі соңғы амал орындалады. Бұл амалсыз бүкіл рухани әрекет толық болмайды. Өйткені бұл бүгінгі зікірдің негізі. Осы зікірді жалғастырып оқыңыз. Және сіз өз өміріңізде оның кереметін, берекесін және ғажайып әсерін көресіз. Енді мен сізге ерекше береке мен байлық әкелетін Алланың қасиетті есімін айтамын. Көзіңізді жұмып, жүрекпен айтыңыз. Я Алла, я Ғани, и Алла, и байлық иесі. Екі есімді бірге айту керек. Бұл бір зікір болып саналады. Оны оң қолдың саусақтарымен немесе таспихпен 71 рет қайталаңыз. Құрметті көрермендер, түсіндіру ұзақ көрінгенімен, бұл амалдың орындалуы көп уақыт алмайды. Барлық оқуды аяқтаған соң, соңында қайтадан 11 рет оқыңыз. Бастапқыдағыдай етіп, енді сіздің амалыңыз толық аяқталды. Осы оқудың берекесімен Алла тағала сіздің барлық мұқтаждықтарыңызды, тілектеріңізді және армандарыңызды орындайды. Иншалла, сіз тек құрметке ғана емес, сонымен бірге байлыққа, табысқа және даңққа да жетесіз. Дүние сіздің аяғыңыздың астына төселеді. Енді дұға мен тәубе уақыты. Көп адамдар амал жасайды, бірақ одан кейін дұға етуді ұмытып кетеді. Бірақ дұға жасау алдында ең маңызды қадам. Екі қолыңды көтеріп, шын жүректен күнәларың үшін тәубе ету. Бауырлар, кейде адам өз күнәларының торына түсіп қалады. Сонда оның дұғасы да, амалы да нәтиже бермей қалады. Сондықтан алдымен шын ықыласпен тәубе етіңіз. Сосын табандылықпен Раббыңыздан сұраңыз. Уа, рахымды Раббым, бүгін менің нәпақамды бер. Менің ризық берекемді аш. Мен бүгін сенің алдыңа мұқтаж пенде, жоқшылықта жүрген құл болып келдім. Өтінем, менің қажетімді өтей көр. Үлкен кіші барлық күнәларыңыз үшін кешірім сұраңыз. Өйткені кейде адамның қиыншылығы мен кедейшілігі сол күнәлардың салдарынан жалғасады. Шынайы тәубеден кейін көз жасыңызбен, ішкі ықыласпен Раббыңыздан сұраңыз. Бауырлар мен әпкелер, қазір сауап уақыты. Қазір қолыңды толтырып алу уақыты. Қазір Алланың сіздің тілегіңізді қабыл ететін сәті.
Қайталап айтам, табандылықпен сұраңыз. Өйткені менің Раббым өз құлдарын сүйеді. Ол сізге сонша береке мен байлық нәсіп етеді. Тіпті оның қайдан келгенін өзіңіз де аңғармай қаласыз. Алла сізге тек жақсыны ғана емес, ең жақсының ең жоғарғысын нәсіп етсін. Құрметті көрермендер, соңында сіздерден өтінерім. Пікірде Алланың 99 есімінің бірін жазыңыздар. Алла бәрімізге қорғаушы және жәрдемші болсын.